Атадан қалған асыл сөз. Төле би. Ертеде Шу өзенінің Балқашқа жақын жайлым алқабына екі рудың белгілі тайпаларының бектері таласыпты. Екі жақтың да билері бас қосып, кеңесіп пәтуәлі салмайды. Көпшілікке еріп барған 15 жасар Төле билік айтушыларға көңілі толмайды. Ол ақты ақ деп бағалар, о игі жақсы ағалар, өзегі талса ел біткен өзен бойын жағалар деп сөз бастай бергенде, ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деуші еді. Мына бала кім өзі тілімен жағына сүйенгендей төрде отырған би. Төле қасқая қарап тұрып, о бияға, 13-те отау иесі демес пе? Кінәлім бе келіп қалсам 15-ке? Сөз сөйледім, бұйра көрмеңіз айыпқа, ала көз болу ағайын адамға лайық па деп бір тоқталады да төрде отырған биге былай деп сауал қояды. О, игі асқар тауымыз, әділме осы дауымыз, жар астында тұрғанда жасырынып жауымыз дейді. Сонда әлгі би, қой асығы демеңдер, қолыңа жақса сақа қой, жасы кіші демеңдер, ақыл асса аға қой деген ғой балам, билікті саған бердім депті. Бала Төле жұлып алғандай, сары табақтан сарқыт қайтады деген, билікті маған берсеңіз, Шу өзенінің оң жағын үйсін, сол жағын арғын жайласын. Бұған қалай қарайсыздар дейді. Бұл шешімге екі жақта риза болып, бітімге келіпті. Сонда төрдегі би, үй баласыма деп едім, ел баласы екенсің. Ай маңдайлы арысым, талабың алдан өтөлсін, ауылыңның таңы бол, маңдайыңдағы бағы бол деп бала Төлеге бата берген екен. Осыдан бастап Төленің аты шығып, ел арасындағы дау жаңжал, келіс сөзге араласып, билік айта бастапты. Жоңғар шапқыншылығынан жосыла көшкен қазақ елінің алды жиделі Байсынға, Қиуа, Бұқар, Ташкентке жетіп бекініс құрғаны тарихтан мәлім. Қалдан серен жендеттер өкшелей қуып, қазақтарды ол жерден де тайдырмақ болады. Тағы да көші-қон, тағы да босу. Осы бір қиын қыстау кезеңде ел басшысы Тәуке хан қайтыс боп, Төле би жалғызсырап қалады. Ол ел жұртқа, енді жаумен табан тіресе күресеміз, көшпейміз, арық қазыңдар, егіншілік кәсіпке көшіңдер деп ұран тастап, өз бастап көшпей Ташкентте отырып алады. Елді отырықшылыққа егін егіп тірлік етуге үндеген Төле бидің сол бастамасы шежіре шақын Қазанғап Байболұлының Төле бидің тарихы аталған дастанында былай жырланған. Қоймайсың көштеп қалқымау, біреуің емес барлығың, менде қасірет көбейді енді айтайын анығын. Әз Тәуке, әзіз Төле би едім, жұбымнан мен айырылдым, ақылымнан егілдім. Күтсем деймін моласын, көпшілік күйге саласың. Қалайық жолға кірсекші, жер емшегін емсекші, орнықты болмайды, арпа бидай ас деген, алтын күміс тас деген. Қазыналы қауқар зеріңнен, төртлік жиған малыңнан, күндердің күні келгенде бір үзім артық наныңнан. Қалмасын дебем бекерге, мынау жеті арығым, аяқты малға сенбегін бір борандық деген сөз, опасаз жиған малыңның. 300 боп еншіп өлгенде бабама тиген жер ағаш, отырықшы ел болсаң тойнар еді қарны аш, кейнер еді жалаңаш. Тәңірі не дер бекерді, еңбек етпей болмайды, үлгілі сөз бұл рас. Болмайды бектік шын мирас, осыны айтып болды да, құшақтап Тәуке моласын, Төле би қатты жылады. Көшіп, қашып, ілгері, қазақ нені көрмеді, қайда жүрсе Төле би, отырықшыны ойлаған, жобада сондай сөз еді.